Алдар көсі мен егінші бай. Көсе қойды айдап келе жатса, бір бай қос өгізбен жер жыртып жүр екен. Көсе сәлем береді, ол сәлемін алады. Көсе, сіз өте шаршаған екенсіз, біраз дем алыңыз, қосыңызды мен айдай тұрайын дейді. Ол жақсы балам деп өгізін көсеге тапсырып, өзі жатып ұйықтап қалады. Есі қатты ұйықтап кеткен кезде өгіздердің құйрықтарын кесіп алып, жерге қадап қойып, өгіздерді бір қырдан асырып тастайды. Біраздан соң байды оятады. Ой, бай! Өгіздердің бұрынғы мінезі осындай ма еді? Жоқ, мен айдаған соң осындай болды ма? Өгіздерің өкіріп жерге кіріп кетті. Құйрықтары мынау көрініп тұр деп, шаншылып тұрған құйрықтарды көрсетеді. Бай, өгіз жерге кіруші ме еді деп барып, құйрықты шірене тартады. Көсе, ойбай, тартпаңыз, құйрығын үзіп аларсыз. Өгіздердің өзінің бұрынғы әдеті шығар дейді. Көсенің айтқанына болмастан бай ашуланып тартып қалып еді, өгіздердің құйрығы жұлынып шығады. Сонда көсе тұрып, мен сізге айттым ғой, құйрығын үзіп аласыз деп, оған болмадыңыз деп, кейген боп кетіп қалады. Көсе өгіздерді айдап үйіне келіп, малданып, жанданып мұратына жетеді.